15 наурыз Тоқаевтың жаңартылған конституциясына қолдау білдіруге шақырып отырған қазақтың мүддесінен өзінің ақшасын, абыройын, атағын, кожный, грязный креслосын артық көрген зиялы қауымдар, әншілер, сендердің атақтарың, даңқтарың халық үшін көк тиын. Себебі сендер елімізді 30 жыл тонаған қандықол қылмыскер Тоқаев пен Назарбаевтың мүддесіне шешіліп жатқан жаңартылған конституцияға қолдау білдіріп, халықты арандатып жатырсыздар. Сіздер қазақ халқының тарихында халық жауы ретінде болашағымызға қасақана қылмыс жасаған қылмыскерлер ретінде сақталасыздар. Себебі жаңартылған конституцияда халықтың сөз бостандығы, еркін жүріп тұруы және жарқын болашағына үлкен қауіп төнетіндей заңдар, баптар қабылданып жатыр. Және елді тонаған, қазақты атқан қылмыскерлердің құқын қорғайтын баптар қабылданып жатыр. Соны көре тұра, өздеріңнің атақтарың мен грязный креслоларыңды сақтап қалу үшін халыққа қолдау білдіруге үгіт насихат жасап отырған әншілер, зиялы қауымдар, блогерлер, журналистер, заңгерлер, сендер қазақтың жауысыңдар. Сендердің бұған дейінгі еткен еңбектерің, атақ данықтарың халық үшін көк тиын. Осы күнгі іс әрекеттеріңізбен сіздер 200-ді кожный кресло үшін жұмыс жасайтын қазақтың танымалды тұлғалары болып тұрсыздар. Сондықтан сіздер халық жауысыздар. 50 жылда ел жаңарады, тақ пен табыттың егесі жоқ. Назарбаев пен Тоқаевтың билігі құлайды. Сол кезде сіздер қасықтап жинаған абыройларыңыздан айрандай төгетін дәрежеге жетіп тұрсыздар. Шелектеп абыройларың төгіліп жатыр. Зиялы қауымдар, әнші, заңгер, танымалды тұлғалар. Жаңа конституция жөнінде 5 тиынды тығып қалайын. Осыдан кейін конституцияны қабылдаймыз ғой, ертең 90%, 80%. Мен ойлап отырмын, содан кейін бұндай мүмкіншілік болмайды, осылай айтатындай деп ойлаймын. Бұл әдетте қалай болады? Бұл конституцияны қабылдаймыз, қабылдағаннан кейін шамалы уақыт өткеннен кейін соны бізге өзімізге пайдаланып бастайды. Ол пайдаланып бастаған кезде бұлай етіп келесіде сөйлей алмайтын боламыз деп мен ойлаймын. Өйткені конституцияны кеше мен оқып шықтым. Жаңағы ойбай, сөз еркіндігі, анау мынау дейді. Сөз еркіндігі болғанмен лағып сөйлеуге болмайды деген сияқты бер жағынан түсіндіріп жатыр. Ол лағып сөйлеу деген ол тек қана жаңа билікке наразылығын айтатын адамдарға қатысты ол. Ертең сол конституцияны өздерің қабылдадыңдар ғой дейді. Иә, өзіміз қабылдадық дейміз. Онда аузыңды жауып отырмасаң, сені қамаймыз, қырамыз, жоямыз дейді ертең. Сосын конституцияны бәріңізде оқып шығуға кеңес беремін, бірақ оның ішінен қарапайым халық оқып түсінген нәрсе болғанымен, ертең ол жұмыс істеуінде ол басқаша жұмыс жасайды. Ешқашан ол жаңағыдай бір халыққа бір тиімді, бір керемет бола қоймайды. Сен тек қана үндемей жүруге, өзіңмен өзің жаңа тек жұмысқа барып келіп, жоғарыдан қандай команда келеді, соны орындап, сөйтіп жүретіндей жағдайда боламыз. Және айтады, баяғыда оны 12 адам қабылдады, қазір дейтін 130 адам қабылдады дейді. 130 адам емес, ол 1-2 адамның идеясы, 1-2 адамның іске асырып жатқан нәрсесі. Егер бір-бірлеп сұрап қалсаң, сол 350-дей поправка болды деп айтты ғой. 130 адам хотя бы бір-бірден өздерінің ұсыныстарын салған жоқ. Оны просто готовый проекті, мен ойлаймын, тек жаңағыдай оқу жеріп, келсе салып, халықты үгіттеп, сондай нәрселер істеп жатыр. Жаңағы жұлдыздар, бір популярный Қазақстанда адамдар, олар конституцияны қолдаймыз, дұрыс, түсінікті, анау мынау дейді, дым түсінбейді, тек просто айтқасын сөйтіп істеп жүр деп те ойлаймын. Солай ағайындар. Ертең конституцияны қабылдаймыз, қабылдағаннан кейін
іс жүзінде ертең ол қалай жұмыс жасайтынын көреміз. Қазірден бастап көріп атсыңдар. Халықтың сұрағаны жаңағы тіл ғой. Тіл мәселесіне ешкім жауап берген жоқ. Барлығын тыңдап отырмын. Солай ағайындар. Тайға таңба басқандай жазылып тұр ғой. 9-шы баптың 1-ші тармағын айтады. 1-ші тармағын емес, халық 2-ші тармағын айтып отыр, есе что.